Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Бүгін сіздерге жылқы еті несімен пайдалы, ал сиыр еті неге зиян жайлы ақпаратпен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бүгінгі ақпарат дәрігерлердің айтуы бойынша. Сая Абралиеваның айтуы бойынша ең сенімді ет ол жылқы еті. Ең сенімді, жеңіл және дәруменге бай ол жылқы еті. Одан соң сиыр еті, содан кейін қой еті. Жылқы етінде шеміршек аз, арасында май жиналмайды. Жылқы малы жасына қарай семіре бастайды. Жасы үлкейген сайын еттің майлылығы да арта түседі. Жылқының етінде, яғни жаяда эритроциттерге бай. Сондықтан да оның құрамында гемоглобин ақуыз молынан бар. Маманның сөзінше жылқы еті қаны аз, әлсіз адамдарға өте пайдалы. Жылқы еті асқазанға түскеннен бастап 3 сағаттың ішінде түгелімен қорытылады екен. Жылқы майының құрамында өте құнды қанықпаған май қышқылдары бар. Сондықтан да қатпайды, тез ериді. Құрамы жағынан сапалы, емдік өсімдік майларына жақын. Ал қанықпаған май қышқылдары адам ағзасына холестеринді ертіп, қан тамырларды тазартады. Сая Абралиеваның айтуынша, халық емінде жылқы еті өт жолдарын тазартуға, буын, сүйек ауруларын емдеуге қолданады. Жалпы жылқы етінің майының емдік қасиеті соңғы кезде медицинада үлкен қызығушылық танытып жүр. Ал сиыр етіне келетін болсақ, жылқы етіне қарағанда ол ұзақ қорытылады. Сиыр етінің майында қаныққан май қышқылдары басым. Майы қатып тұрады және де ағзаға түскенде қайта холестерин үлесін арттырады. Сиыр етінде гемоглобин, ақуыз дәрумендері жылқы етіне қарағанда әлде қайда аз. Ақуыз жасушаларын құраушы негізі. Жануар майы ағзамызға тоқтық сезім береді. Медицина тілімен айтқанда инсулинге төзімділік болмайды. Қан диабетінің қалыптасуына болдырмайды. Гастроэнтеролог маманның айтуы бойынша ағзаға ең зиян ет түрі қайсы екенін айтты. Осы жануарлар етінің ішінде зиян ол сиыр еті. Себебі ол жерде ағзамызға зиян холестерин мөлшері көп. Холестерин ағзамыздағы жүрек қан тамырлар жүйесінің ауруына, қан қысымына, семіздік ауруын қалыптастырады. Жалпы жылқы еті неге пайдалы? Жылқы еті ақуызға бай, нәрлігі төмен, құрамында майлар жеңілсінеді, өт айдау әсері бар, тирогенге қарсы қасиетке ие, дәруменге бай, зат алмасуын реттейді, минералды заттарға қамтамасыз етеді, алмасу процесін жандандырады. Жылқы етінің құрамындағы витаминдер: B12, B6, B1, B2. Жылқы құрамындағы минералдар ол фосфор, мырыш, темір, селен және де калий. Бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы немесе қызықты болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым, қош сау болыңыздар.